Бұл түрмеде тіпті жарықты өшіру үшін де ақша төлеу керек. Егер тұтқынның қаражаты болмаса, түні бойы көз қарықтыратын жарықта ұйықтауға мәжбүр болады. Дегенмен тұтқындар еңбекпен ақша таба алады, бірақ ол табысы ең қажетті нәрселерден артылмайды. Бірде түрмеге ішінде жуан тоқу біздері, бірнеше жіп орамы және нұсқаулығы бар үлкен жәшік әкелінді. Марк нұсқаулықты орындай отырып, алғаш рет балаларға арналған бас киімді сәтті тоқып шығарады. Содан кейін оны терезе алдына қойып 20 центке сатады. Бірақ оның негізгі мақсаты әлі өте алыс еді. Өйткені оған адвокат жалдау үшін ақша қажет болатын. Мәселе мынада: түрмедегі шығындардың шегі жоқ еді. Бір орам дәретхана қағазы 50 цент, ал түскі ас $1 тұратын. Ол жерде ақша жинау мүмкін еместей болатын. Бір айдан кейін оның тоқу шеберлігі айтарлықтай шыңдалады. Енді ол көбірек ақша жинау үшін әртүрлі заттар тоқи алатын деңгейге жетті. Ол ақша үнемдеу мақсатында күніне тек бір рет қана тамақтана бастайды. Осындай қажымас қайраттың арқасында ақыры қажетті соманы жинап үлгерді. Ол бірден анасына телефон соғады, бірақ байланыс орнасымен-ақ экранда сөйлесу құнын есептейтін таймер пайда болды. Ол анасына адвокатқа ақша керек екенін айтып үлгергенімен, анасы мән-жайды түсініп үлгергенше, қоңырауға бөлінген қаражат таусылып, байланыс үзіліп кетеді. Ол барлық еңбегі еш кеткендей өзін мүлдем шарасыз сезінді.